8 сынып 2 тоқсан 1 сабақ. Параграф 15-16. Зат мөлшері, моль, авогадро саны, заттардың малярлық массасы, масса, малярлық масса және зат мөлшері арасындағы байланыс тақырыбы. Ең бірінші зат мөлшері деген ұғымға тоқталайық. Зат мөлшері дегеніміз бұл заттардың ең кішкентай бөлшектерін өлшейтін, есептейтін шама. Мысалы, кез келген заттың ең кіші бөлшегі бұл атом. Сол атомдар бірігіп молекулалар құрайды. Сонда біз заттардың кіші бөлшектері атомдар мен молекулалар деп айтамыз. Енді осы атомдар мен молекулаларды өлшеу үшін зат мөлшері деген ұғым қолданады. Мысалы, массаны өлшеу үшін біз килограмм деген ұғымды қолданамыз. Көлемді өлшеу үшін литр деген ұғымды қолданамыз. Дәл сол сияқты кез келген заттың ең кішкентай бөлшегін өлшеу үшін зат мөлшері деген ұғымды қолданамыз. Зат мөлшерінің таңбасы n, кішкентай n әрпімен белгіленеді, бірақ оны оқыған кезде нью деп оқимыз. Ал зат мөлшерінің өлшем бірлігі моль. Біз мысалы айтамыз, 1 килограмм, 10 килограмм деп. Дәл сол сияқты кез келген заттың зат мөлшерін айтқан кезде оның өлшем бірлігін моль деп айтамыз. 5 моль, 1 моль деген секілді. Енді кез келген заттың 1 молінде 6,2 көбейту 10-23 дәрежесінде авогадро саны, яғни молекула саны болады. Кез келген заттың 1 молінде 6,2 көбейту 10-23 дәрежесінде молекула саны болады. Бұл тұрақты шама, бұл шаманы өлшеп енгізген ғалым авогадро есімді ғалым. Сол себепті бұл шаманы авогадро саны деп айтады. Авогадро саны n, a деген таңбамен белгіленеді. Бұл жердегі n молекула, ал a деген авогадро деген сөз. Яғни авогадро саны бұл кез келген заттың 1 моліндегі молекула санын көрсетеді. Енді әртүрлі шаманы өлшеу үшін міндетті түрде оның формуласы болады. Дәл сол секілді зат мөлшерінің 2 формуласымен танысамыз. Ең бірінші формуласы бұл: егер тапсырмада молекула саны берілсе, яғни n молекула саны берілсе, онда біз мына бірінші формуланы қолданамыз. Яғни нью тең болады n бөлінген n a деген формуланы қолданамыз. Бұл жердегі n тапсырмада берілген молекула саны, ал na деген тұрақты шама, авогадро саны. Ал егер біздің тапсырмада масса берілетін болса, онда мына екінші формуланы қолданамыз. Нью тең болады масса бөлінген mr. Бұл жердегі m заттың массасы, ал mr деген сол заттың малярлық, яғни молекулалық массасы. Мысалы, мырыш деген зат берілсін, цинк. Осы заттың молекулалық, яғни массасын табу үшін периодтық жүйені қолданамыз. Периодтық жүйеде мына жерде кішкентай болып көрсетіп қойдым, бірақ сіздерде кітаптың бірінші бетінде кәдімгі үлкейтілген периодтық жүйе бар. Сол периодтық жүйені ашасыздар да, соның ішінен егер тапсырмада мырыш беріліп тұрса, цинк, сол мырышты тауып аласыздар, мініп. Соның астында массалары көрсетіліп тұрады санмен. Мына жерде көрінбейді, жалпы мырыштың массасы периодтық жүйені ашып қарасаңдар 65 деп жазылып тұр. Бұл тек қана егер тапсырмада мырыш деген зат берілсе. Ал егер тапсырмада мынадай зат берілуі мүмкін, мысалы HNO2 деген зат берілуі мүмкін. Бұл жерде бір элемент емес, 3 элемент бар. Сондықтан біз ол заттың орташа массасын есептейміз, яғни mr есептейміз. mr есептеуді еске түсірейік. Заттардың молекулалық массасын, яғни mr-ді есептеу үшін
Оның құрамындағы әрбір элементтің атомдық массасын бір-біріне қосамыз. Яғни бірінші сутек тұр, иә, сутек. Дәл жаңағыдай периодтық жүйеден сутекті тауып аламыз. Сутектің астында 1 дейді, массасы 1. Келесі азот қосамыз. Азоттың массасы, міне азот, оның астында 14 бүтін деп жазылып тұр, иә. Үтірден кейінгі санды алмаймыз, 14 деп аламыз. Қосу, келесі бізде оттек. Оттек міне азоттың қасында тұр. Оттектің массасы мына жерде 15 бүтін, былай жазылып тұр. Периодтық жүйені үлкейтіп қарайтын болсақ, 15 бүтін 10-9 дейді, әрі қарай кете береді. Яғни мына үтірден кейінгі санға қараймыз. Үтірден кейінгі сан 9, иә. 5-тен үлкен болатын болса, мына мәнді біз 16 деп жуықтап аламыз. Ал егер үтірден кейінгі сан 5-тен төмен болатын болса, онда жуықтамаймыз, осы санның өзі қалады. Мына жерде оттек 15,9 болып тұрғандықтан, біз оны мында 16 деп жазамыз. Және ескеретін бір жағдай, оттектің астында 2 деген сан бар, яғни 16 2-ге көбейтіледі. Енді есептейміз. Ең бірінші мынау көбейту орындалады. Яғни 16-ны 2-ге көбейткен кезде 32. Сосын оған 14-ті қосамыз. Сосын оған мына 1-ді қосамыз. Сол кезде бізде 47 деген шама шығады. Яғни мына заттың МР молекулалық массасы 47. Міне осылай есептеп аласыздар. Енді мысалдарға көшейік. Бірінші мысал, бөлмеде 2,177 көбейту 10-23 дәрежесінде молекула оттек бар. Оттектің зат мөлшерін тап дейді. Яғни молекула N деген әріппен белгіленеді, зат мөлшері нью, яғни кішкентай n. Енді жаңағы формуланы еске түсірейік. Бізде берілген жазып алатын болсақ, бірінші n бар, тең болады 2,77 көбейту 10-23 дәрежесі. Табу керек зат мөлшерін. Жаңағы формуланы, екі формуланы есімізге түсірейік. Соның ең біріншісі нью тең болады n бөлінген na. Міне осы формуланы қолданамыз. Бізге ньюді табу керек. N есепте бар, ал na тұрақты шама, Авогадро саны. N-ді орнына қоямыз. 2,77 көбейту 10-23 дәрежесі. Ал na бұл Авогадро саны, тұрақты 6,2 көбейту 10-23 дәрежесіне. Бұл жердегі мына 10-23 дәрежесі екеуі бір-бірімен қысқарады. Сонда біз 2,77-ні 6,2-ге бөлеміз. 2,77-ні 6,2-ге бөлгенде 0 дейді, әрі қарай көп сан бар, иә? Біздер 0 деймізде үтірден кейінгі 3 санды жазамыз. 0,460 зат мөлшерін тауып жатырмыз, оның өлшем бірлігі моль. Міне жаңағы бірінші формуланы қолдандық. Енді есепте, керісінше, бір стаканда 11 моль су бар. Яғни моль деген не бұл? Зат мөлшері беріліп тұр. Стакандағы судың молекула санын тап, яғни n-ді тап дейді. Берілген жазайық, бізде нью зат мөлшері беріліп тұр. Бұл 11 моль. Табу керек. Молекула саны, яғни үлкен n-ді табу керек. Ол тағы да мына формулаға келеді.
тең болады. N бөлінген NA. Бірақ бұл жерде бізде нью бар ғой, міне, нью бар. Бізге керісінше мынаны табу керек, үлкен N-ді. Үлкен N-ді табу үшін мына формула өзгереді. Мына молекула санын табу үшін зат мөлшерімен NA көбейтіледі. Яғни нью көбейту NA деп формуланы өзгертеміз. Тең болады. Енді орнына қояйық. Нью бізде 11 моль көбейту NA Авогадро саны 6,2 көбейту 10-ның 23 дәрежесіне тең. Тең болады. Енді бізде көбейткен кезде, міне осылай көбейткен кезде, мына екі сан көбейтіледі. 11-ді 6,2-ге көбейтеміз. Сол кезде бізде 66,22 деген сан шығады. Көбейту 10-ның 23 дәрежесі қасына жазылады тіркеліп. Міне біз N-ді молекула санын таптық. Әрі қарай, егер тапсырмада масса берілсе, яғни келесі есеп, 10,6 грамм натрий карбонатының зат мөлшері қанша? Бізде беріліп тұр. Масса 10,6 грамм. Тап дейді зат мөлшері. Яғни бізге табу керек ньюді. Енді екінші формуланы қолданамыз. Себебі есепте зат мөлшері масса бар. Нью тең болады масса бөлінген mR деген екінші формуланы аламыз. Бізде масса бар, ал mR ол міне мына заттыкін есептеу керек. Есептейік. mR жақшаның ішіне жазам формуланы натрий 2 SO3 тең болады. Натрийді периодтық жүйеден тауып алып, натрий деген таңбаның астындағы массаны қарайсыздар. Ол жерде 23 деп жазылып тұр. 23. Енді қарайық, натрийдің астында 2 бар. Яғни 23 көбейтіледі 2-ге. Қосам. Келесі бізде көміртек, С көміртек. Периодтық жүйеден көміртектің массасын қараймыз. Ол 12 деп тұр. Келесі оттек. Қосам. Оттектің массасы периодтық жүйеде 16. Мына жерде оттектің астында 3 бар. Сондықтан 16 көбейту 3 деп жазылады. Енді математика бойынша бірінші көбейтулер орындалады. Яғни мына 2 көбейтуді бірінші есептеп аламыз. 23-ті 2-ге көбейткенде 46, 16-ны 3-ге көбейткенде 48. Сонда біз қосамыз 46-ға 12-ні және оған 48-ді қосамыз. Сол кезде 106 деген мән шығады. Енді мына формулаға апарып орнына қояйық. Нью тең болады масса берілген 10,6 mR 106. Тең болады 10,6-ны бөлем 106-ға 0,1 деген сан шығады. Зат мөлшері, өлшем бірлігі моль деп міндетті түрде жазамыз. Келесі төртінші есеп 0,5 моль, яғни зат мөлшері берілген. Тең болады, нью тең болады 0,5 моль. Кальций оксидінің массасын есептеңдер дейді. Енді бұл жерде керісінше массаны табу керек. Дәл мына формула N тең болады масса
ньютон болады, массы бөлінген mr. Енді мына жерде қарайық. Бізде нью бар, керісінше нені тап дейді? Массыны тап дейді. Мына формула өзгереді. Массыны табу үшін зат мөлшері мен mr-ді көбейтеміз енді. Тең болады mr. Енді бізге ол үшін mr керек. mr ол мына кальций оксидінікі. Оны бөлек есептеп алайық. mr кальций О тең болады. Кальцийдің массасын периодтық жүйеден аламыз, я? Ол жерде ол 40 деп тұр. Қосу оттектің массасы 16. Тең болады. 40-қа 16 қосқанда 56 болады. Енді мына жерге орнына қойық. Тең болады. Нью бізде 0,5 көбейту mr 56. Тең болады. 0,5-ті 56-ға көбейткенде 28 грамм. Себебі біз массыны тауып жатырмыз, оның өлшем бірлігі грамм. Міне осылай есептеулерді жүргіземіз. Енді өздерің мынадай есептерді шығарып көріңдер. Жаңағы мен алдыңғы есептерде қолданған 4 формуланы қолданасыздар. Міне төмендегі заттардың массаларын табыңдар дейді. Зат мөлшері беріліп тұр, массыны табыңдар дейді. Яғни бірінші бізде ньютон болады, массы бөлінген mr. Массыны табу үшін не істейміз? Керісінше ньюді mr-ға көбейтеміз. Енді мына жерде молекула санын табыңдар дейді. Яғни онда біз бірінші формуланы қолданасыңдар. Ньютон болады, n бөлінген na. Молекула саны n, n-ді табу үшін нью көбейту na Авогадро санына. Сонда бізде мына жерде массын табу керек болса, мына үшеуі мына формуламен шығады деген сөз. Мына жерде төмендегі заттардың зат мөлшерін тап, массы бар, зат мөлшерін табу керек болатын болса, онда мына үш есеп мына формуламен шығады деген сөз. Төмендегі заттардың молекула санын анықта дейді. Демек, молекула саны мына формуламен шығады. Төмендегі заттардың зат мөлшерін анықта дейді. Бұл жерде молекула саны беріліп тұр. Демек, олар мына формуламен шығады деген сөз. Міне осы тапсырманы өз беттерімен орындап көріңдер.